Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік? Аман есесіздер ма? Біраз үзіліс болып қалады кейде. Менің каналымның аты қазақтың би шешендері, мақал мәтелдері, салт дәстүрлер жайлы болғанмен де арасында осындай батыр аталарымыздың, ақын жазушы апаларымыздың, көз көрген кісілердің сөздерінен де анда-санда мысал келтіріп тұрайын деп ойладым. Ескерткіш жайлы атамыздың, Бауыржан атамыздың ескерткішін қасында сөйлеген бір жігіт айтып еді, қайда намыстарың дегендей. Жай әшейін Зейнеп Ахмет апамыздың Шуақты күндер деген өте бір керемет кітабынан үзінді оқып бергім келіп отыр. Ата, мен сізге ескерткіш орнаттым, деді Ержан атасының қасына келіп. Ескерткіш дейсің бе? Кәне, көрейік. Ержан төртбұрышты қағаз қораптың үстіне орнатқан ескерткішін алып келді. Қораптың үстіне пластилиннен жасалған қалқан құлақ, екі көзі екі жаққа бақырайған, қисық мойын керемет бір мүсін отыр. Әй, мынау айнымаған менмін ғой, деді атасы. Мен сізге қарап жасадым. Мына кеудесіндегі қаптаған сары дақтарың не? Ол сіздің орден медальдарыңыз ғой. Атам ештеңе демеді. Атасының үндемей қалғанынан сескенген Ержан: немене, аз ба? Жоқ, аз емес. Мен одан да көп жасай алам. Сіз менің атамсыз ғой. Сізден ештеңе аямаймын, деп тіпті еркенсей түсті. Маған керегі жоқ, деді атам. Неге керегі жоқ? Орден керек, деп Ержан атасын үгіттей бастады. Еңбек сіңбеген сыйлықты алуға болмайды, деді атасы. Осы кезде есіктің қоңырауы сылдырлап, Ержан менен бұрын жүгірді. Бұл келген белгілі суретші Айша апа Қалымбаева еді. Бағана телефонда атаммен сөйлесіп, кездесуге уәделескен болатын. Ержан үйге суретші келетінін, атасының суретін жасамақшы екенін естіген, тықақтап жүріп атын да біліп алған. Айша апа, жүріңіз, мен сізді атамның қасына ертіп апарайын, әйтпесе адасып басқа бөлмеге кіріп кетесіз, деп бірден қолынан ұстап, атасы жаққа қарай ерте жөнелді. Арттарында мен делестім. Бері қарай алып кетпесем, атасы мен апайдың әңгімесіне бөгет болуы мүмкін. О, Айша ханым, келіп қалдыңыз ба? Өрлетіңіз, деп атам әдеттегі төрлетіңіз дегенді өзінше қолданады. Апай отырған соң атам: Айша ханым, сіз маған ренжімеңіз. Мен бағанағы уәдемнен айныдым. Суретімді салғызбаймын, деді атам салмақты жүзбен. Ой, неге? Айша апаның даусы шошына шықты. Сіз бәрібір мені мынадан артық түсіндіре алмайсыз, деп Ержан жасаған мүсінді көрсетті. Ана кісі атамның жаңағысының әзіл екенін түсініп күліп жатыр. Айша апа, сіз атамның суретін жасайсыз ба, деді Ержан. Иә, айналайын. Онда мұртын ұмытып кетпеңізші, деп Ержан қиыла сұрады. Басылған күлкі қайта көтеріліп, бәріміз мәз болып жатырмыз. Жаныма мұрттың керегіне. Айша апай баланың тілін қызықтады ма, Ержанды тағы сөзге тартты. Атамның мұрты жоқ болса, Максим Горькийге ұқсамай қалады, деді Ержан. Айналайын, үлкен жазушыға ұқсаған жақсы. Бірақ сенің атаң ешкімге ұқсамайды, деді Айша апай.